5-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3-ші тоқсан. Денсаулық зорбайлық бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау. Бағалау критерийі: 1-ші тапсырма. Мазмұнға бағытталған сұрақтарға жауап береді. Дескрипторы: сұрақтарға мәтін мазмұны бойынша бір сөйлеммен жауап беруі тиіс. 1-ші сұрақтың жауабына 1 балл, 2-ші сұрақтың жауабына 1 балл. 2-ші тапсырма. Бағалау критерийі: мәтінге жоспар құрай алады. Дескрипторы: мәтінге жоспар құрады, 3 балл. 3-ші тапсырма. Бағалау критерийі: жоспарға сүйеніп, мәтін мазмұнын айтып баяндап бере алады. Дескрипторы: жоспарға сүйеніп, мәтін мазмұнын айтады, 1 балл, жүйелі баяндайды, 1 балл. Барлығы 7 балл. Тапсырма. Мәтінді 2 рет тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. Спорт денсаулық кепілі. Спортпен айналысу денсаулықты жақсартады. Спорттың ең қарапайым түрі жүгіру. Күн сайын таңертең үйдің маңайында, саябақта жарты сағаттай жүгіруге болады. Егер жүгіруге дәрігер рұқсат етпесе, таңғы таза ауада серуендеп, түрлі жаттығулар жасауға да болады. Білім алушылар мектептің дене шынықтыру үйірмелеріне тұрақты қатысулары керек. Онда арқанмен тартылады, секіреді, жүгіреді. Өйткені олар спорттың денсаулыққа қаншалықты пайдасы бар екендігін, спортпен айналысудың адам өмірін ұзартатынын білуі шарт. Еліміздің ертеңгі тізгіні жастар. Сондықтан да жас ұрпақтың дені сау болуы қажет. Сонда ғана өз еліміздің дамыған, алдыңғы қатардағы ел екендігін көре аламыз. Салауатты өмір сүрудің, тазалықты сақтаудың белгілі ережелерін білмейтін жан кемде кем. Ол біздің мектеп бағдарламасына да енгізілген. Бірақ оған көпшілігіміз күнделікті өмірде аса мән бермейміз. Себебі өз бойымызда қалыптасып қалған жалқаулық пен қомағайлықтың, ұйқышылдықтың күштілігі. 1-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. 1-ші сұрақ. Спорт неліктен пайдалы? Әрине, спортпен айналысу денсаулықты жақсартады. 2-ші сұрақ. Неліктен жас ұрпақтың дені сау болуы қажет? Еліміздің ертеңгі тізгіні жастар. Сондықтан да жас ұрпақтың дені сау болуы қажет. 2-ші тапсырма. Мәтін бойынша шағын жоспар құрыңыз. Яғни спортпен айналысу керек, жастардың дені сау болуы қажет, қандай нәрседен аулақ болуымыз керек. Тағы да өз ойларыңызбен осы мәтін бойынша жоспар құрасаңыздар болады. 3-ші тапсырма. Жоспарға сүйеніп, жұбыңызға мәтін мазмұнын баяндаңыз. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.